Это видео выходит при поддержке титульного партнера чемпионата, кубка, суперкубка и сборной Казахстана компании Олимбет. Спасибо, Олимбет, что поддерживаете футзал Казахстан и футзал в Казахстане. Ануар Қалдыбаев, 6-шы Денисбек Амандығұлы, қырғыз легионері. 7-ші Қайыржан Қасшығаев, 9-шы Рамазан Бисембайұлы, 17-ші Сауран Сағытжанов, 21-ші Павел Гамов, 23-ші Абат Жақау және 24-ші нөмірлі Талғат Өтепбергенов. Семей командасы Ақжол Дәрбай қазір мына жерде допты тартып алды. Атырау командасы 3-ші минут басталған сәтте есеп ашып кетті. Құрметті көрермен, жоқ жерден доптан айырылды қонақтар, және Алисон қандай ғаламат соққы, сол аяқпен бағытталған, дайын болмай шықты. Атыраудың шабуылы, Алисон доп сұрап тұр, бірақ Семей ойыншылары дер кезінде позицияларын жауып үлгерді. Қауіпті шабуыл, артқа пас, соққы бола ма қақпаға? Пас жетті, гол! Семей командасы есепті теңестірді, құрметті көрермен. Өте жылдам ұйымдастырылған қарымта шабуыл, және Семей командасы таблодағы есепті 1-1 қылды. Гол соққан Кандидо. 20-ші нөмірлі Габриэль Кандидо. Бұрыштама тағыда. Алыстан бағытталған соққы! Гол! 2-1. Атырау командасы бүгінгі ойында осымен екінші рет есепте алға шығып отыр. Жоқ жерден гол соғып кетті Габриэль. Тамаша. 31-ші минутта Атырау есепте алға шықты. Қараңыздар, бұл жерде Джоната Сильва бұрыштамадан допты ойынға қосқан, аяқтың сұртымен қақпашы үшін қиын траектория. Мінеке қараңыздар, дайын болмай шықты. Джайми біреуі қақпаға тікелей соққы жасау ықтимал. Сонымен Кандидо қақпаға соққы! Гол! 2-2 Семей командасы есепті теңестірді. Кандидо дубльдің авторы, бұл жерде Лео Соуза. Қараңыздаршы, екі аяқтың ортасынан гол жіберіп алды.